Жеңіл ақша жеңіл жолмен кетеді. Сәлем достар, мен сіздерге не айтқым келгенін түсінген шығарсыздар. Мен сіздерге бүгін 2012 жылы шыққан «Миллион для чайников» атты фильмге бірге шолу жасайтын боламын. Фильмде екі әдемі жас жұбайлар бақытты өмір сүретін, бірақтан олардың көбінесе тапқан ақшалары өздеріне жетпейтін. Себебі отбасына тек қана еркек жұмыс жасайтын. Бірақ қанша тапса да оларға ақша жетіспейтін. Себебі әйелі болса жұмыс жасамайтын. Бір күні отбасындағы Вивера әйелі дүкен аралап жүріп бір әдемі шәйнекті көріп қалады. Оны ұнатады да шәйнекті кассада тұрған кәрі кемпірден ұялмай ұрлап кетеді. Осыдан кейін жас жұбайлар үйіне барып шәйнекті өздерінің үйіне қойып қояды. Келесі күні үйіндегі еркек жұмысына кеткен сәтте әйелі үйінде қалады. Әйелі үйінде шашын бұйралап жатқан сәтте ол кенеттен шашын күйдіріп алады. Бұл сәтте өздері ұрлап алған шәйнектің ішінен дауыс шығады. Әйел шәйнектің ішін қараған сәтте оның ішінен ақша пайда болады. Осыдан кейін әйел үйінің ішінде өзін біраз қинап, біраз жерін жарақаттап алады. Нәтижесінде ол шәйнектің ішінен біраз ақша алады. Осыдан кейін күйеуі жұмысынан үйге келген сәтте үйінің іші шашылып жатады. Ал әйелі болса төсекте жарақаттанып жатады. Осы жағдайды көрген еркек те өзін аяусыз сабап, ақыры соңында көп ақшаға кенеледі. Осыдан кейін отбасындағы еркек бұл шәйнекті ломбардқа апарып өткізбекші болады. Бірақ ломбард бұл шәйнекті арзан ақшаға бағалағандықтан еркек шәйнекті өзімен бірге қайтадан үйіне алып кетеді. Сол сәтте бұл шәйнекті теледидардан Қытай зергері көріп қалып, сол шәйнекті сатып алу үшін Америкаға жол тартады. Осыдан кейін жас жұбайлар шәйнектен көп ақша шығару үшін өздерін әбден қинап неше түрлі нәрселерді жасайды. Осыдан кейін жас жұбайлар үйіне келіп, әйелі төсекте әдемі іш киіммен жатып, күйеуіне қалағаныңды жаса деп бұйрық береді. Осыдан кейін күйеуі әйеліне қалаған жасап, бір жағынан рахаттанып, бір жағынан ақшаға кенеледі. Осы жағдайдан кейін жас жұбайлардың үйіне белгісіз бір еврейлер келіп, үйіндегі еркекті аямай соққыға алады. Екі еврей жас жұбайлардан шәйнекті алып кеткісі келеді. Бірақ оларға әйелі біз ол шәйнекті сатып жібердік, ақшасы міне деп оларға ақшасын беріп құтылады. Осыдан кейін жас жұбайлар кітапханаға келіп, шәйнек жайында ескі кітаптан мәліметтер іздей бастайды. Осыдан кейін жас жұбайлар өздерінің шәйнектен тапқан ақшаларына қымбат көлік, қымбат үй және өздеріне қымбат киімдер ала бастайды. Осыдан кейін жас жұбайлар жаңадан алған үйіне өздерінің достарын шақырып сауық кеш жасайды. Сол кезде жас жұбайлардың үйіне Қытай зергері келіп, олардан мәдениетті түрде шәйнекті алып кеткісі келеді. Ал әйел болса, сол жерден Қытай зергерін қайтарып жібереді. Осы жағдайдан кейін жас жұбайлардың үйіне алғаш ұрлыққа түсіп, олардың ақша келетін шәйнегін ұрлап алып кетеді. Бірақ бұл шәйнек бір ғажайып күшпен жас жұбайлардың үйіне қайта оралады. Келесі күні жас жұбайлардың үйіне өткендегі екі еврей келіп, олардың шәйнек арқылы тапқан ақшаларының барлығын тартып алып кетеді. Осыдан кейін жас жұбайлар тағы да өздерін қинап, шәйнек арқылы бірнеше мың доллар ақша табады. Және олар қайтадан ақша жинай бастайды. Осыдан кейін әлгі алқаш жас жұбайлардың үйіне тағы да ұрлыққа түсіп, шәйнекті бір жолата ұрлап кетеді. Осыдан кейін жаңағы алқаш үйінде әйелімен бірге өздерінің қалағандарын жасап, өздерін әбден қинап, солайша шәйнектен біраз ақша шығарады. Ертесі күні жас жұбайлар шәйнекті ұрлаған алқаштың үйіне келіп, шәйнекті өздерімен бірге алып кетпекші болған сәтте, оларға алқаш пен оның әйелі жас жұбайларға мылтық тақаған сәтте, олардың үстіне екі еврей түсіп, шәйнекті қайтарып алу үшін екі еврей мен алқаш және оның әйелі атысады. Сол жерде жас жұбайлар диванның артына тығылып қалады. Осыдан кейін атыстан соң сол жерде екі еврей мен алқаш және оның әйелі қайтыс болып, осыдан кейін жас жұбайлар шәйнекті өздерімен бірге далаға алып шыққан сәтте, олардың алдына Қытай зергері шығып, жас жұбайлар сол жерде шәйнекті Қытай зергеріне қайтып береді. Сонда Қытай зергері бұл шәйнекті алғаш рет сендер өз еріктеріңмен қайтарып бердіңдер. Сенен бұрынғы ерлі-зайыптылар бұл шәйнекті қайтармай ақыры соңында өліммен аяқталды дейді. Осыдан кейін жас жұбайлар көлігімен үйлеріне бақытты күйде қайтып кетеді. Осыдан кейін Қытай зергері перронмен үйіне қайтып бара жатып, шәйнекті бұдан әрі ешкім алмас үшін перроннан мұхит астына тастап жібереді. Осымен фильм аяқталады. Видео ұнаса арнаға жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар. Қош сау болыңыздар.